Қыздар сәлем, бүгін біз жаңа жылда дастархан сәнін ашатын өте дәмді хит салат жасайтын боламыз. Ең алдымен соусын жасап аламыз. Ол үшін 3 ас қасық сұйық май және видеода көрсетілгендей зернистая горчицаның 2 чайный ложкасын салып шығамыз. 1 чайный ложка мед саламыз. Одан кейін лимон немесе апельсин шырынын салып жақсылап араластырамыз. Кейін тауықтың төсетін видеодағыдай қақ ортасынан бөліп аламыз. Кейін тауықты пищевая пленкамен орап, осындай құрылғымен жұқа болғанша ұрып шығамыз. Магазинде осындай бумага для жарки деген бар. Осымен тауықтың төсетін қуырып аламыз. Бұл қағаздың ішінде барлығы дайын, яғни майы, приправасы барлығы салынған. Табамызды алдымен жақсылап қыздырып аламыз да, астын орташа отқа қойып, тауығымыздың екі жағынан 7-7 минуттан пісіріп аламыз. Тауығымыз 15 минутта осылай пісіп шығады. Кейін өзіңіздің қалауынша жұқа қылып тураймыз. Мен осындай микс салат қолдандым. Микс салатымызды осындай тарелкаға әдемілеп дөңгелек пішінде орналастырып шығамыз. Қиярымызды саламыз. Қиярымызды алдымен овощарезкамен жұп-жұқа қылып кесіп орап қоямыз. Осындай әдемі болып шығады. Черри қызанағын немесе обычный помидор қойсаңыздар да болады. Одан кейін маринадталған тауығымызды салып шығамыз. Кейін творожный сыр саламыз. Бұл салатқа ерекше дәм беретін соусын құйып шығамыз. Осылай кругты айналып 3-4 ас қасық соус саламыз. Қыздар, осымен салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, міндетті түрде қыздар лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.